Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін шашымды жудым. Менің шашым өз еркіммен кебуде, ешқандай күштеусіз. Мен ешқашан шашыма фен қолданған емеспін. Енді қараңыздар, мен мына шашымды былай етіп қысқартып қойдым, себебі шашым маған жүргенде кедергі жасайды. Сонымен қатар арлы-берлі жүргенде мен оны аяғыммен басып кетуім, немесе бір жерлерге ілініп қалуы, есікке қысылып қалуы, жұлынып кетуі мүмкін дегендей. Осыған байланысты мына шашымды мынандай қыстырғышпен қайырып қоямын. Енді содан көріп тұрсыздар, мына жақтарының онша кеппегенін. Яғни біріншіден біз шашымызға фен пайдаланған кезде шашымыз қысыммен кебеді. Яғни біз оны күштеп кептіреміз. Екіншіден, феннің ыстық ауасы біздің бас теріміздің құрғауына және үнемі пайдаланған сайын біздің шашымыздың зақымдануына алып келуі мүмкін. Үшіншіден, біздің шашымыз құрғағаннан кейін не істейді? Ол жаңағы сынғыш бола бастайды, шаш көп түсуі мүмкін, қайызғақ болуы деген сияқты, одан да басқа шаштың проблемаларына әкелуі мүмкін. Ал енді фен пайдаланатын болсаңыздар, сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Феннің ыстық ауасынан гөрі оның салқын ауасын пайдалану біздің шашымызға әлдеқайда аздау зиянын тигізеді екен.